Медстраховканы кімдер төлемейді? Медстраховканы төлемейтін әлеуметтік осал топтар. Алтын алқа иелері, күміс алқа, бірінші екінші дәрежелі аналар марапатталған. Сосын инвалидность алатындар, бірінші екінші үшінші группа, және инвалид баланы асырап жатқан ата аналар. Бірақ ол үшін міндетті түрде инвалид баланы асырап жатқан құжаты болу керек. Одан кейін базада застрахован, яғни освобожден статусы шығатын болады. Тек осы кісілер ғана медстраховкадан босатылған.